Ақпатер жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Тарихова Сағыныш. Мен оқыған 30 кітап байқауына жарияланған Бауыржан Момышұлының «Музей апа» повесті. Бұл шығармада Бауыржан Момышұлының балалық шағы туралы баяндалған. Ол өзінің әжесін Музей апа деп атаған. Оның әжесі көпті көрген, дана, парасатты жан болған. Ол Бауыржан Момышұлына қазақ халқының салт-дәстүрін, тарихын, өркениетін дәріптеп, оның тәрбиесіне өзінің көп үлесін қосқан. Шығармада немересі мен әжесінің бір-біріне деген жылы қарым-қатынасы және қазақ халқының тарихы, өркениеті, салт-дәстүрі, шежіресі, батырлардың ерлігі туралы баяндалған. Бауыржан Момышұлының әжесі жас ұрпаққа қазақ халқының тарихы мен өркениетін, шежіресін дәріптеудің маңыздылығын көрсете білген. Бұл шығарма арқылы біз Бауыржан Момышұлының балалық шағына саяхаттай аламыз және әжесінің тұлға ретінде оның тәрбиесіне көп үлес қосқанын біле аламыз.